Так, мына ауылдан қазір біздер өзімізге керекті изумрудтарды алуымыз керек. Так, ол үшін қазір мен жайлап сындырамын да. Мына житель көрмей тұрғанда сразу осылай ұрлап кетпеймін ба да? Так, кеттік онда келесі үйге. Так, мына үйдің қай жерінде екен, сандық? Ох деймін тұр екен. О, не деген көп изумрудтар. Так. Енді мына үйден ұрлау керек қалайда. Так, бұлай сындырамыз. Опана. Мәссаған, мына изумрудтарды қараңыздар. Так, кеттік, бізге екен тығылып қол керек. Мәссаған, дала түн болып тұр екен, маған дейтін бар. Бір басқа жерге тығылып қол керек. Так, мына жерге тығылып салсам қалай болады екен. Маған бір идея келді. Мәссаған, братан, нандай Lamborghini көлігін қайдан алдың? Бұл көлікті алу үшін сен осы каналға тіркелуің керек. Сол кезде осындай Lamborghini көлігін аласың. Так, қалай тіркелсем болады? Опана, мінекей, подписаться кнопкасын бастым. Жақсы болды ғой. Мінекей лайк кнопкасын да бастым. Мәссаған, мынаны қараңыздар. Менің қолымда осындай изумрудтар пайда болды. Жақсы болды ғой. Достар, мен өзіме осындай бір жаңа Lamborghini алатын болдым. Сіздер де тіркеліп, арнаға тіркеліп осындай Lamborghini алыңыздар. Сіздерге сәттілік. Ендеше біздер өзіміздің видеомызды жалғастырамыз. Кеттік. Ё-моё, ұйқым қанды. Мәссаған. Тал түс болыпты ғой, көп ұйықтап қойған ба не дануына. Так, біздің ауылдан не болып жатыр? Міне саған, житель, не болды саған? Мен айтсам сенбейтін шығарсың, саған бірдеңке айтайын. Менің изумрудымды түнде бір келіп ұрлап кеткен. Мынаны қарашы, үйімнің шетін тесіп тастаған, сундукты алғанда ішіндегі изумрудтың бәрін алып кеткен. Маған көмектесші, Беркин, енді менің изумрудтарымды табуға көмектесші. Изумрудты алып кеткен дейсің ба? Так, менікі қайда? Ё-моё, менің де изумрудтарым жоқ қой. Житель, менікін де алып кеткен, прикинь. Мәссаған, бұл кім болды екен? Сонда бүгін түнде келіп біреу біздің изумрудтарымызды алып кеткен ба не? Солай болып тұр ғой. Ё-моё. Так. Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар? Сіздермен дейтін мен Беркин. Достар, бүгін біздерде қараңыздаршы. Мен изумрудтарым жоқ. Блин. Так, изумрудтарым. Мынау не тесігі? Так, күте тұр. Ё-моё, біреу менің үйім артын тесіп кірген ба не? Мәссаған, достар, қараңыздар. Мен түнде ұйықтағанда біреу дейтін келіп, мына жерде тесіп, мына сундуктан менің бүткіл изумрудтарымды алып кеткен. Житель, енді не істейміз? Мәссаған, Беркін, сенің де изумрудтарыңды алып кетті ма? Менің де ана тұрған үйімдегі изумрудтарды алып кетті. Маған да табуға көмектесші, пожалуйста. Ё-моё, біздің ауылда ұры пайда болды ма не? Так, қазір мына жителдің үйін қарап келейінші. Мынау менің үйімдегі изумрудтарды алып кетті дейді. Мынау ма екен примерно? Мынаны кәдімгідей тесіп кетіпті ғой де. Ё-моё. Так, енді ол ұрыны қалай ұстасақ болады екен? Ё-моё. Так, житель, сенде қандай идея бар? Енді ұрыны қалай ұстасақ болады? Білмеймін, кеше ғана менде сол камера қондырам деп жүретін. Әлі камера қондырмап едім, сол камера қондырмағанның кесірінен ұры келді, ұрлап кетті. Ё-моё, енді басқа амал жоқ, іздестіру керек ана изумрудтарымызды. Қайрат изумрудтарымызды, қай сенің үйіңді көрейінші, заттарын бәрін алып кеткен ба? Ё-моё, менің хотя бы ана нандарымды, киркаларымды тастап кеткен, тек қана изумрудтарымды ғана алған екен. Вообще, бүгін таңертең әдемі ұйқыдан тұрып едім, ұйқым қаным. Таңертеңнен настроением жоқ қой, вообще. Ё-моё, енді не істейміз, житель? Блин, бірдеңке айтшы, пожалуйста, қалай тапсақ болады екен? Ё-моё, біздің мына ауылда ұры пайда болған жоқ па екен, қалай ойлайсың? Қой, біздің ауылда ұры пайда болу мүмкін емес, бәрі бір-біріміз танимыз. Кеттік онда, бәрінен сұрақ қайтсақ қалай болады екен? Бірақ мен кішкене ұялып тұрмын, енді біреудің үйіне кіріп барып, сен ұрысың деген кішкене енді қате сияқты менің ойымша. Менің де ойымша ол қате негізі. Так, енді не істесек болады? Тұра тұр. Житель, сен мынаны байқадың ба, житель? Не болып қалды, айта бер, Беркин. Житель, мынаны қарашы, менің үйімнің сырты кішкене бір қарата шығып кеткен ба? Менің үйімде кішкене бір өзгеріс болған ба? Мынау не есік? Мынау не есік? Житель, мынаны қара, мына жерде бір есік тұр. Қайс, Беркин, мынау может быть ана жаңағы ұрының құпия бөлмесі шығар. Шынымен де олай болуы мүмкін да. Мына жақта біздің изумрудтарымыз тұр ғой. Житель, біздің изумрудтарымыздың бәрі мына үйдің астында. Қазір мен бұған кіріп көретін боламын. Так,
Ах ты, мінекей, мына жерде тескен екен ғой да. Так, мен қазір өзіммен бірге киркамды алып алайын. Так. Жетел, сен сабыр сақта, главный ешкімге айтпа. Мен қазір мына жерге түсемді, барлық изумрудты өзімізге алатын болам, уайымдама, иә, главный сен. Так. Ё-моё, достар, мынаны қараңыздар. Бір ешақпас дейтін менің үйімнің жанына осындай тайный комната істеп кеткен. Так. Мынау мен есташабызда кіріп көрейік шал. Ешкім жоқ па екен? Ей, ешкім жоқ екен. Так, мынеқа өзінің төсегін алып келіпті еще. Ема, ұятсыз ұры дейсің ғой да. Так, мен онда қазір мына изумрудтардың бәрін алып алайын. Одан кейін жетелдерге қайтарып беретін боламын бәрін. Ема, так, енді қазір көреміз. Так, біздің ана ұры қайда кетті екен? Ұрыны бізге ұстау керек. Негізі бұны олай қалдырмау керек. Ұрыны бізді қайткен күнде де ұстауымыз керек. Ё-моё. Так, мен изумрудтың бәрін алдым. Енді қазір есікті ойбай, мәссаған лаваға күйіп кетпейін тағы да. Мінекей жетел, міне өзіңнің сен керекті изумрудтарыңды алып ал. Мен де өзімнің изумрудымды алдым. Мына 3 изумруд дейтін басқа бір жетелдікке қазір оған үйіне апарып берейін. Мәссаған, достар, көрдіңіздер ме? Біздің үйге кәдімдей ұры пайда болған ғой. Ё-моё, қорқып кеттім ғой кәдімдей. Блин, но маған жеткіліксіз. Так, біреуін қосу керек тағы. Всё. По идее болған секілді. Так, нормально, менің изумрудтарым негізі толықтай емес, бірақ нормально жарты изумрудымды қайтарып алдым. Ана ұры дейтін почти бәрін алып кеткен сияқты өзіне. Так, мынаны апарып салып қояйын мында. Енді достар, бізге мына тайный комната. Так, ендігі қалғаны бізге достар мына құпия бөлмені қалай да болсын бітеуіміз керек. Мынау бізге ендігі қажет емес. Әлгі ұры келіп жатса, онда біздер резко ұстап алатын боламыз. Мәссаған, мынаны қараңыздаршы, кәдімдей ешақпас десе ешақпас екен ғой да, кәдімдей. Блин, менің үйімді құртты десем де вот почти. Ё-моё, мал десе. Айбай, мына лаваны қалай өшіреміз? Так, есікті сындырып тастауымыз керек бірінші. Сосын барып өшеді бұл дейтін. Так, хоп, мінекей біздер лаваны. Айбай. Ой, блин. Су қайда. Ё-моё. Мәссаған, байқамай күйіп кеткенсің ғой лаваға. Ё-моё, әлеңдегенде жаптым ғой. Так, нан сындырамыз. Хоп, бәнен бітеп қояқ осылай. Так, достар, короче, біздер үйдің сыртындағы тайный комнатаны бітеп қойдық. Ендігі қалғаны ана әлгі ұрыны күтуіміз керек бізге. Достар, біздің ауылда бір ушу отыр, қазір барып көрейінші не болған. Ема, мында бізге полицейский келіпті ғой. Так, мынау не отыр? Ассалаумағалейкум, полицейский ағай, мында не болып отыр? Уағалейкум ассалам Беркин. Короче, мен біздің ауылға түскен ұрыны ұстадым. Мінекей, міне қолын қайырып кісендеп қойдым. Ё-моё, қаншер ұры десе осы екен ғой да біздің ауылға ұрлыққа түскен. Саған ешақпас, менің изумрудтарым жартысы қайда? Әкел менің жарты изумрудымды, әкеле ешақпас. Мен ол изумрудтарды да жаратып қойдым, уже өзіме машина алып, так что ол изумрудтар қайтарылмайды. Ха. Беркен, уайымдама, біздер бұл ұрыны түрмеге жабамыз. Содан кейін барлық изумрудтар толықтай қайтарылады. Мәссаған, сөйтсеңіздер өте керемет болушы еді. Ешақпас ұры десе алаяқ, мәссаған, ал түрмеде шіріп отыр ешақпас. Все, полицейский ағай, рахмет. Егер де менің қандай да бір көмегім керек болатса, менің телефонға хабарласыңыз, мен смело келем ғой. Все, давай онда. Все, рахмет сізге де. Ё-моё, достар, көрдіңіздер ма? Ұрлық тобы қорлық деген осы ғой, короче. Біздің ақыры ұрымыз ұсталды, наконец-то. Мәссаған, енді менің жарты изумрудым өзіме қайтадан келетін болды. Ема, мен өте қатты бақыттымын, өте қатты қуанып тұрмын. Бүгін біздер наконец-то ұрыны ұстап алдық. Енді келесі бөлімде кездескенше сіздермен болған Беркин анасы. Давайте.